Енді Swift файлдарды онлайн банкингке жүктеп, бюджетке аударуды үйренетін боламыз. Және де сіздерге кеңес берген болатынмын. Біз Swift файлдардың әрқайсысына рабочий столдан Swift файл деп аталатын папка ашып, оның ішінен OPV, SO, OSMS, VOSMS және зарплата деген жеке-жеке папкалар ашып, сол папкалардың ішіне Swift файлдарды жүктеуге кеңес бердім. Мінекей, мына Swift файл, SO-ның Swift файлы, OSMS-дікі, VOSMS-дікі. Енді осыларды банкке жүктейміз. Кез келген банк, барлық жерде принцип әдіс тәсілі бірдей. Мен сіздерге Жусан банк арқылы көрсетемін. Главный история операций маңызды емес. Мына жерде импорт деген бар. Импортты басамыз. Swift файл, OPV, Swift файл таңдаймыз. Қазір жүктелуі тиіс. Жаңағы сіздерге айтқан қателік осыдан шығып тұр міне. Бүгінгі дата менен жаңағыдай папканың Swift файлдың датасы екеуі сәйкес келмейді. Сол себепті банк бірден бізге ұрысып жатыр, дұрыс емес деп. Сол себепті черновик ретінде жүктелінді. Бұған редактировать-тен басып, біз датасын өзгертеміз. Одан кейін барып подписать, және де бізге телефон арқылы егер тіркелген болсаңыздар, ECP кілт телефон номерлеріңіз болса, сіздерге SMS келеді. Сол SMS-дегі құпия сөзді, парольді жазып, салықтарды жібересіздер. Және де біз 3 адамға зейнетақы салығын есептедік. Ол Swift файлдағы деректер мына жерде жазылған. Список сотрудников деген жерде. Мінекей, Асқат Асланұлы, Асқаров Асқат Асланұлы, Жандосов Айдос Елдосұлы, және де 3-ші адам бізде Сержанов Ержан Құлжанұлы. Мінекей, бүкіл деректер енгізілген. Сол себепті жаңағы Swift файлдағы дата ағымдағы күнмен екеу сәйкес келуі керек. Соған мұқият болыңыздар. Осылайша подписать деп жібересіздер, сонымен салықтарыңыз бюджетке кетеді.